бүгінгі үкімет отырысында қабылданған кешенді жоспар, ол мына экономикалы жаңғырту аясында бірінші кезекте жаңа жұмыс орындарын құру, халықты жұмыспен қамту, бүгінгі бар жұмыс орындарын сақтап қалуға бағытталған. Осыған байланысты кешенді жоспар бойынша біздің елімізде іске асырылып жатқан барлық мемлекеттік, үкіметтік бағдарламалардың осы жұмыспен қамту әлеуетін ескере, соларды толығымен сапалы орындалуы көзделген. Атап айтқан кезде, ол бірінші кезекте мына жаңадан іске асырылып жатқан жұмыспен қамту жол картасы, оның аясында 6,5 мың инфрақұрылымдық жобалар іске асырылмақ. Бүгінгі күнге 3700 жоба іске асырылып кетті, басталып кетті. Ол жерге 35 мың адам жұмысқа тартылып отыр. Барлығы осы жол картасы аясында 255 мыңға жуық адамдар жұмыспен қамтылатын болады. Екіншісі, біздің қолданыстағы мемлекеттік еңбек бағдарламасы. Бұл мемлекеттік еңбек бағдарламасына 4 айдың өзінде 157 мың адам қатысушы болып тіркелген болатын. Оның үшін 118 мың адамға жұмыс орындары табылып, оның 58 мың тұрақты жұмыс орындары болып отыр. Осы жұмыстар ары қарай жалғастырылады. Жалпы 600 мыңға жуық адамдарды біз осы жұмыспен қамту шараларымен қамтимыз деп көздеп отырмыз. Және де басқа 9 мемлекеттік бағдарламалардың аясында 365 мың жұмыс орындары құрылады деп көзделеді. Сондықтан бүкіл осы шаралардың аясында 1 миллион 200 мың адамды жұмыспен қамту шараларымен біз қамтимыз деп көздеп отырмыз.